Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарың қалай достар? Заманның үйірі үйден айдап келе жатырмын уже. Үйге айдау себебім, мына үйірдің ішінде бір тай бар еді, тай шығар. Еркек полутяж. Ана қара биен баласы. В общем, сол маған мінезін көрсетіп айғырмен төбелесіп, кәдімгідей өз айғыр болып жүр. Соны заман жасап тұрып шайнаған ғой. Енді күн көрсетпей жатыр да заман соған. Осы үйге айдап келуге тура келді. Үйге айдап анау тайды бөліп алып қалдым үйге. Болайын деп тұрған айғыр екен. Міне апрель айында 1 жасқа толды, тай болды. Бірақ сонда да жүректі екен. Кәдімгідей мынау енді заманы 3 жасар айғыр ғой. Соның өзіне кәдімгі секіріп, шындап бөлесіп тұр. Кәдімгі 2 аяққа тұрып алып, заманын жалынан ұстап. Мынау сосын жекіріп кетті оны. Күн көрсетпей, үйірді анда-мында айдап, ананы қуып, үйге айдап кетті, сосын жаңа бөліп тастадым. Мынау кеше туылған құлым. Оған обал болды енді артта, анда-мында айдап. Осы болмайды. Сол достар, қайтарам өріске айдап бара жатырмын. Қазір анау үйге барып, ана тайды түсіріп өтірім сіздерге. Қара тайды. Жаман емес, Аллаға шүкір жақсы тап тұр үйірді әзірше. Айырып, сахабилерді орнатып қойды Аллаға шүкір. Жақсы oldu. Так, не үйге келдім. Ана тайды түсіріп өтейін. Мына қара тай. Осы жолы мынау заманмен төлесіп жүрген осы қара тай. Қазір күннің көзі көрсетпей тұр, былай өтейін. Бисмилля. Мына үйде тұрған дөнендер. Міне осы қара тай жігіттер. Әне кетші. Мінезді. Осыны міне үйірден алып қалдым. Әйтпесе айғыр болып жүр. Болатын бала боғынан дейді ғой. Сол сияқты мынау кәдімгі айғыр болып жүр. Мына бер жағында бер қарап тұрған Мадонаның баласы. Тай еркек. Бұйыртса міне тай болды 1 жасар. Үйретілмеген. Тұран деп қойғама. Тұран. Мынау аты Боран. Бұйыртса жүре берсін. 2 жылдан кейін дөнем болады. Кәдімгі айғыр болады. Мінезі ұнады өзіме. Керемет. Біраз арықтау, бірақ енді сүйектері бәрі жақсы. Әрі. Солай достар. Осы жол ала қаласа енді достар бәрі бірге жүреді. Бұйыртса саяқтар. Тағы да 4-5 еркектер бар, тайлар. Оларды енді биылша үйірден алмайын, көрейін деп отырмын. Әйтпесе жылда алып тастайтын үйірден. Биылша көрейін деп тұрмын, мені қалай болады екен. Аяғылар қуа ма, қумай ма. Биылша жүріп кетсе, негізі үйірдің ішінде жақсы болар еді. Өйткені мыналарға енді аяқтарына тұсау салынады. Олар біраз арықтау болады. Тұсау салған жылқы өздеріңіз білесіздер. Жылқы деген ол еркін мал ғой. Еркін жүру керек. Аяқ қолына тұсау салмай. Бірақ енді тұсау салға тура келеді, өйткені алысқа кетеді. Бізде өздеріңіз білесіздер, темір жол бар, федеральный трасса бар, содан қорқасын. Сондықтан сақтан қорлық жоқ дейді қазақ. Аяқтан тұсау салып қоямыз. Солай достар. Ал енді ана үйірде жүрген еркектер, еркек тайлар, олар солай жүре берсін, пока көре жатармыз. Енді қуып жатса, онда осыларға қосып жіберем. Әзірше бос жүре берсін сондай енелермен. Солай достар. Мынау тай, қара тай. Ана жылы Солнечный деген мына жерде пригород бар. Сонан алған болатын енесін.
қара бие қыста әкелген болатын, естеріңізде болса. Сол бие құлындап, осы апрель айында құлындаған. Осы міне апрель бірге толды, тай болды бұйыртса. Солай достар. В общем, әкесі дөкөй айғыр болған, русский тяж. Содан түсіп отқан тай ғой. Сол достар, мынау Ақтанаудың баласы Мадонадан түскен бойшан. Бұйыртса үйретіп алсақ жақсы, көкпар айғыр болады. Алла бұйыртса, Мадонна өзі ірі бие ғой. Енесін тартқан ірі болады, Алла қаласа. Аяқ қолы балғадай. Мынау Найман міне даланы аңсап тұрған. Ол да айғырланып тұр. Осы жыл бір жігіт жазып жүріпті Найманды неге үйірге салмайсың деп. Негізі үйірдің жылқысы емес қой, үйірдің айғыр емес жігіттер, ол мәңгі. Өйткені денесі бәрі жұқа, айғырлыққа келмейді. Мінуге, жылқыға барып келуге, охотаға шығуға нағыз керемет шапшаң жылқы. Сол достар. Ар жағында тұрған дөнен ағам өзіне алған. Жақсы жүрдек жылқы болады деп, басы бәрі әдемі деп. Бірақ әзірше арықтау, сондықтан қарын шәртейіп тұр. Жазға шыққаннан кейін көкке ауызы ілінгеннен кейін жақсы болып кетеді деген ойдамыз, өсіп кетеді Алла қаласа. Солай достар, әзірше осы бесеуі жүреді. Адар өзінше құтырып мынаны жекелетіп жатыр мына. Осы шөптерді салып қоямыз. Таңертеңге жеп қояды. Әзірше осындай видео достар. Аруды байлақ қойдым. Әйтпесе мінезі жаман. Мінезі жаман болғанда адамға жақындамай жүреді ақыры кез. Сосын байлақ қойдым, біраз үйретейші, осын тәрбиелейші деп. Ару деген қаншық, 11 айлық қаншық. Өзінің қаншығынан түсіп отыр. Міне осындай екі қаншық, аның қасында грей қара еркек, мына ортасындағы сары қаншық. Бұйыртса бір айдан кейін күшік дейді. Алла қаласа жүйрік күшіктер түседі. Алла бұйыртса шырған жүйрігін салған арлан, бойшаған ағарлан салған ақ құс деген. Алла қаласа ол күшік дейді. Қалай екен байлау отырған? Қиын бекен? Біраз байлау отыр, бір-екі түсінетін шығарсың. Қалай? Мен оған күнде ет берем екен, ол менен қашады екен. Олай болмайды ғой. Тәрбие болу керек. Итті де тәрбиелеу керек. Солай достар. Әзірше осындай видео. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Кездескенше достар.